Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауық аяқтарын сочный әрі қып-қызыл қылып пісіреміз. Оған қажетті заттар: әрине тауық аяқтары, тұз, бұрыш, паприка, майонез, кетчуп. Достар, енді біз соусымызды дайындап алайық. Кетчупты салып алдым. Енді үстінен майонез саламын. Енді үстінен тұз саламын. Енді үстінен бұрыш. Енді үстінен паприка. Енді бәрін араластырып аламыз. Осылайша барлығын жағып аламыз. Мінекей біздің тауықтарымыз дайын. Енді біз оны 190 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің тауығымыз дайын. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып пісті. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де осы тауық туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.